Қазір енді Ринат бауырымызға сөз берейік. Одан кейін бір-екі бақылаушылар сөйлейді. Ринат, қайдасың бауырым? Ең бірінші, мен бір тіземді бүгіп сенімін ақтай алмаған халықтан кешірім сұрағым келеді. Бізде, бәріміз. Мен де алдандым, сіздер де алдандыңыздар. Бірақ жаңа Еркін ағамыз дұрыс айтты. Бетеге кетсе бел қалар, бектер кетсе ел қалар, берекен кетсе нен қалар деген. Біз бірлік бір жұмылдық, енді осы жұмылғанымыздан ажырамайық. Ешкім қорықпасын ештеңеден. Біз ешкім Қытайға да, қала берді Нұр Отанға да бұл мемлекетті бермейміз. Бұл біздің жеріміз, бұл біздің ата-бабамыздан қалған жер ағайындар. Бұл біздің еліміз, біздің бала-шағамыз ертең өсетін жер. Сондықтан мен ел құсап шетелге қашып, сіздерді ешқайда айтақтап отырған жоқпын. Мен сіздердің орталарыңыздамын. Ертеңгі күннен бастап мен партия құруды қолға аламын. Ертеңгі күннен бастап мен барлық заңды жатып жаттап сіздерге не істеу керек екенін бағыттауға тырысамын ағайындар. Ол үшін мен ештеңеден қорықпаймын, ештеңені қайсалмаймын. Жаңа Жүрсін ағамнан бастап ескертіп жатырмын.